Сүйінші хабар, Астана арландары бүкіл әлемдік бокс сериясының ақтық айқасында жеңіске жетіп, кубалықтарды тізе бүктірді. Екі күндік жекпе-жектің жалпы командалық есебі 6-4. Бүгінгі күннің бірінші кездесуі 52 келі салмақтағы Олжас Сәттібаевтың сенімді жеңісімен басталды. Кей шаршаланға Закир Сафиули мен Лазар Эстрада шыққан болатын. 5 раундтық қызу бәсекеде Бостандық аралынан келген әлемнің екі дүркін чемпионы басымдық танытты. Артынша Асланбек Шымбергенов пен Раньель Иглесиас Саталонға қолғап түйістірді. Бұл жекпе-жекте 21 жастағы жерлесіміз кубалық олимпиада чемпионын тізе бүктіріп, айқын жеңіске жетті. Ал 81 келі салмақ дәрежесінде шаршы алаңға шыққан Нұрдаулет Жармановтың жолы болмады. Бүгінгі кештің қорытынды бәсекесі Иван Дычконың жеңісімен аяқталды. Айта кету керек, Астана арландарының сапында бірде-бір легионер жоқ. Барлығы да өз жерімізде шыңдалған боксшылар.